келесі даунтренд. Бағаның түсу бағытында short position ашылады. Сату позициясы. Демек, трейдинг саласында бағаның өсіп жатқанында да сатып жаңағы табыс табуға болады. Жаңағы біздің long position бойынша. Және де, егерде акцияның бағасы түсіп жатқанда да табыс табуға болады. Екі бағытта да табыс табуға болады трейдинг саласында. Бұл қалай болады? Бұл short position дейді. Short дегеніміз қысқа деген білдіреді. Сату позициясы. Бұл қалай жүргізіледі? Мысалға, мына жерде қазір көрсетейін. Даунтренд келе жатқанын сіз байқадыңыз. Анализ жасау арқылы, даунтренд. Белгілі бір деңгей бар. Бұл даунтренд ары қарай жалғасуы мүмкін деген жорамалмен сізде жоқ акцияны сатып жібересіз. Оны қалай сатып жібересіз? Мысалға, брокер арқылы жұмыс жасаймыз ғой біз. Сіз брокерге тапсырыс бересіз. Өзіңіздің жорамалыңыз бойынша, анализіңіз бойынша, мына акцияның бағасы ары қарай да түсуі мүмкін деген сияқты. Өзіңіздің мына жерге дейін түсуі мүмкін деп. Демек, сіз қымбат, мына жерде қымбат болып тұр ғой, осы жерде брокерге заявка бересіз, тапсырыс бересіз. Брокерден сіз қарызға акция алып, сатып жібересіз осы жерде. Мысалға, $10 алып, сатып жібересіз. Сату позициясы, short дейді. Белгілі бір уақыт келген кезде, мына жерге мысалға 9 центке келді. 9 центке келді. 9 центке келген кезде, сіз осы $9 100 акцияны қайтадан сатып аласыз да, 100 акцияны сатып аласыз да, брокерге осы 100 акцияны қайтарасыз. Сіз акцияны қайтарасыз брокерге. Сонда сіздің айырмасы $1 болып тұр ғой, $1. Сонда сіздің табысыңыз $100 болып тұр. Бұны short position дейді. Бағаның түсіп жатқанында табыс табу. Ал бағаның көтеріліп жатқанында ол сіз өзіңіз жаңағы бар ақшаңызға сатып аласыз да, көтерілген кезде сатып жібересіз. Екеуінің айырмашылығы осы. Яғни трейдинг саласында бағаның өсіп жатқанында да, және де түсіп жатқанда да табыс табуға болады. Бірақ бұл short position'ды жаңағы айтып кететін мәселе бар. Бұл жерде пайыз жүреді. Сіз брокерден қарызға акция алып сатқаныңыз үшін белгілі бір пайызды төлейтін боласыз. Бұл процентпен жүреді. Кредит ретінде беріледі. Сол себепті мен short сату позициясымен жұмыс жасамаймын. Менікі тек қана сатып алу long. Бұл жерде процент еш нәрсе жоқ. Өзіңіздің ақшаңызбен сауда жасай бересіз.